Үй тапсырмаса не беріледі балдар? Ал Аружан айталым. Үйге берілген тапсырма күкірттің қосылыстары. Жақсы отыралы. Ондай болатын болса, қазір бәріміз телефонымызды алайық. Тест тапсырмасын орындаймыз. Мен қазір сылықсын жіберемін балдар. Аружан. Сылықсын жібере ғой. Жіберіп қойды ма? Білеміз ғой қалай кіру керек екен, балалар? Ат жөнімізді жазамыз. Классымызды жазамыз. Яғни тест кешегі сабаққа байланысты 10 сұрақтан тұрады. Уақыт 3 минут уақыт жетеді шығар. Ал енді кімде қанша балл шықты? Бәрімізде балдар шықты. Бәріміз кәні менде негізі маған келіп кетір, мен ссылкамен әрқайсың өздерің бағалайсыңдар. Мысалы, Ақерке қанша балл болды сенде? Болды. Шығамыз балдар помет. Мысалы біреуін көрсек, қалғандарымыз бәріміз 80 балл. Міне. Менде 80 балл. 80. Арсенде 80. Қайша балл? Қайша баға? 8 балл. 8 балл. Өте жақсы, иә? Міне, енді балалар, өзіміз бағалаймыз. Осы алған балаларды дәптерімізге жазып қояйық. Ең соңында топтың нәтижесін қорытындылап шығарамыз. Дайынсыз. Болды. Ары қарай. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Бері қарай. Бүгінгі жаңа сабағымыз. Не көріп тұрмыз балалар? Қышқылдар. Яғни бүгінгі сабағымыз қышқылға байланысты екен. Қышқылдың түрлерінің өте көп екенін білеміз. Қандай қышқылдар білесіз? Тамаша. Соның ішінде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не екен? Күкірт қышқылы және оның тұздары. Жазайық. Дәптерімізді ашып, жазамыз. Сабағымыздың мақсаты. Бүгін сабақтың мақсаты күкірт қышқылы ерітіндісі мен оның тұздардың физикалық, химиялық қасиеттерін зерттеу. Жас болып па? Алдымен балалар топқа бөлініп алайық. Топ біз компьютер арқылы бөлінеміз. Міне мына жерде сендердің жалпы тізімдерің тұр. Енді қазір мен сендерді 3 топқа бөлемін. 3 топқа бөліп жіберді. Енді осы 3 топ бойынша орнымызға отыра қояйық. Жаңа мақсатымен таныстырып кетті. Алдымен күкірт қышқылымен жұмыс істеу үшін біз қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Міне күкірт қышқылын суға құюға болады, ал күкірт қышқылына суды құюға болмайды. Тура сол сияқты мынадай қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, бүгінгі сабағымызда жұмыс орындаймыз. Топқа бөлініп алдық. Енді сол топтар әрқайсымыз өздеріміздің топ басшымызды сайлаймыз. Сол топ басшылары келді.
Өздеріңіз қажетті. Кім? Biz topken akıldasa келе топ başımızda Орал Гафар деп сайладық. Biz topпен ақылдаса келе топ басына Надырбек Алипе деп сайладық. Biz тобымызбен ақылдаса келе топ başımızda Зиятхан Аржан қылып сайладық. Топ басшылар келіп, біздің екінші әдісіміз конверттегі хат, яғни кластер әдісімен әр топ басшысы ақылдаса отырып, қазір топтар өздеріне берген тапсырманы орындайсыңдар. Ал топтар жиналайық. Ғаныш тобына берілген тапсырма күкірттің химиялық қасиеттері. Мысалы, күкіртті белсенді металмен қосқанда тұзбен сутек түзіледі. Және де күкірт қышқылына негіздік оксидті қосқанда бізде тұз және де су түзіледі. Оған мысал ретінде күкірт қышқылына мырыш оксиді қосып керек. Сондай болса бізде нәтижесінде мырыш сульфаты және де су түзіледі. Күкірт қышқылына сілтін қоссақ, яғни натрий гидроксидін қоссақ, сілті мен су түзіледі. Және де күкірт қышқылына тұзды қосатын болсақ, нәтижесінде жаңа тұз және де қышқыл пайда болады. Оған мысал ретінде барий хлоридін алатын болсақ, яғни күкірт қышқылына барий хлоридін қосамыз, нәтижесінде барий сульфаты және де тұз қышқылы шығады. Жақсы, отырал енді. Балалар, осы айтылған балдарымды, айтылып атқан тақырыптарына мен мынадай баскетбол добы арқылы бағалап отырамын. Яғни әрбір баскетбол добы бұл мынау көк түс, бұл жоғары балл, ал қоңыр түс орта балл, сарғыш түс болатын болса, мынадай несі сарғыш түстер болатын болса, ол төмен балл болып табылады. Міне соларды топ басшысына бересіңдер, олар апарып баскетболдың несіне сеткасына қояды. Соңында әрбір оқушы аты жөнін жазып, сол арқылы бағаларымыз балл түрінде шығады. Шамал сабағымыз арасында сергіп алайық. Бинго ойыны бойынша бүгінгі сабаққа байланысты сұрақтар қойылады. Сол сұрақтардың жауабын сендер цифрларды түйістірудің арқасында табасыңдар. Бірінші жоғарғы цифр жазылады, одан кейінгі екінші мынау цифр жазылады. Солардың түйіскен орталығында сендердің жауаптарың шығады. 6 жауап, 6 қос цифр шығу керек. Кім сол жауапты табады, бингоны ұтады. Ал, кеттік. Сынауды аламыз. Және де біз мырыш күкірт, яғни біз металл ретінде мырышты алдық, және сынауға мырышты саламыз, және де күкірт қышқылын пипетка арқылы аламыз. Не байқалды? Не көрдің? Яғни өздеріңіз байқағандай, бұл жерде тұз бен күкірт, яғни сутек газ. Не бөлініп жатыр екен? Сутек газы бөлініп жатыр. Оқушыларға көрсетші бөлініп жатыр ма екен сутек газы? Ал реакция теңеуін жазып бере ғой басын. Бәріне көрсет. Топланыш тобына берілген реакция ол бізде
күкірт қышқылына металл оксидімен әрекеттестіру. Ол үшін бізде осы сынауықтың ішінде металл оксиді ретінде біз мыс оксидін алдық. Ол ұнтақ түрінде берілген, оны сынауыққа алдымен салып аламыз. Одан соң бізде күкірт қышқылын алып, пипетка арқылы 2 тамшы қосамыз. Оны қосқан соң жақын ұстай. Тарап отырғанды жібер. Өзгеріс байқалды ма? Реакция жүрді ма? көріп тұрғандарыңыздай бізде ешқандай да өзгеріс байқалған жоқ. Себебі мыстың өзінің түсі көп болады ұнтақ түрінде. Сол үшін біз осы спирт салынған шамды алып, оны жағамыз, одан соң осыны қыздырамыз. Қыздырып көрейік балдар. Реакция жүру үшін өзгеру керек еді. Ал бізде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Сондықтан да біз қыздырамыз. Қыздырған кезде не өзгеріп жатыр? Түсі өзгерді ма? Қандай түс пайда болды? Көк түс пайда болды. Сонымен міне, нәтижесінде көк түстің пайда болуы неменнің арасында реакцияны көрсетті? Қазір енді оны түсуге болады жазып береді. Әр тоқпасы жақтырып отырамыз, е? Ал енді үшінші топ шығайық. Қандай тапсырма берілсін? Бірінші біз барий нитратының кішкене аламыз и оны тамызламыз. Содан кейін күкірт қышқылында пипетка арқылы тамызламыз. Балдарымызды алдық. Енді бізде балдар оқулықпен жұмыс қалды. Яғни күкірт қышқылы тақырыбын ашайық. Сол бетті 155-ші беттегі 3-ші жаттығу жұмысы. Таптық па? Яғни осы жұмысты жұптасып отырып орындаймыз. Жұп болып орындаймыз және сол жұптар реакция теңдеулерін тақтаға жазады. Жұп бойынша бағаланады. Жұп бойынша баға қоямыз. Жұптасып орындаймыз. Жұп топ жұмыс. Оқулықпен жұмыс. Оқулықпен жұмысты жұптасып орындады, е? Кім болды? Жұптық жұмыста кім орындап болсақ да? Өте жақсы еді. Қорытындылай келе
бүгінгі сабақта біздің алған балдарымыз қандай екен? Топ басшылары бағанан бері сендер бағалап отырсыңдар. Алдымен соны бірінші көрсетіп жіберіңдерші, қай топ қандай жетістікке жеткендігін орнымыздан тұрып, мына жаққа шығып. Үш топта. Баскетбол сеткасында кімдер қандай топ бағалары бар екен? Бағаларымыз. Яғни көп баға көп болса, ол жақсы деген жетістіктер. Яғни көп бізде қанша Ақеркенің тобында көбіміз көп екен. Бұл топ шамалда болса, қалған екі топқа қарағанда жоғары бүгін жауап берді деп айта аламыз. Ал енді әрбір жақсы балалар. Жақсы өте жақсы. Міне осы алған балдарымды мен күнделікке қоямын. Өйткені бұл менің өзім берген бал бойынша қойылған нәтиже. Енді сендердің нәтижеге жабыстырған ойларыңды оқиық. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті. Маған ұнаған тәжірибе дейді. Бүгінгі сабақта ұнағаны бинго ойыны болды дейді. Жақсы балалар. Міне өз пікірлеріңді білдірдіңдер. Енді тағы да сұрақтарыңыз болса келесі сабақта талдаймыз. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңдар. Сабағымыз аяқталды.